достар. Сәлем Айдана. Сәлем. Бізде бүгін съемканың екінші күні. Және де біздің алып кететін машинаның адресін бізге ауыстырып, дәл біздің үйдің қатысымызға ауыстырды. Біз соның өзінде кешігіп келе жатырмыз Айдана екеуміз. Жүруге 5 минут, а біз 10:32-де шықтық үйден. 10:30-да жиналу керекпіз. Соған қатысты бір-екі сөз айтқым келеді Айдана. Неге біздер қазақтар сондай адамбыз, неге сондай халықпыз, неге біз постоянно кешіге береміз? Білмеймін, бірақ біз постоянно кешігеміз. Вот білем, что нельзя, да? Бірақ кешігеміз. I don't know. Мен Германияда болғанда сол жаман әдетімді қалдырып келген едім, өйткені ол жерде немістер мүлдем кешікпейді. Сондықтан да олардың жаман көздерін, жаман қарағандарын сезбеу үшін мен 10 минут ерте келіп отыратын едім. Бірақ қайтып Қазақстанға келіп, сондай жаман әдетімді қайтарып алдым. Сондықтан достар, кешікпеңдер, ол өте әдемі емес. Өйткені барлық адамдар сендерді күтіп отырады. Қазір өзімізді бір түрлі жаман сезім келе жатырмыз да енді. Кошмар. Да? Айдана ағаны сонда. Біз президентский парктың қасында тұрамыз. Міне. Күн шығып тұр. Біз кеше нешеде жаттық Айдан? 4-тен аса ма? Мен 4:30-да жаттым. 9:30-да тұрдым, сонда 5 сағат ұйықтадым да. 5 сағат, в принципе, нормально. Жас организмге, бірақ та біз өзімізді қазір онша сезініп тұрған жоқпыз. Өйткені ұйқымыз қанған жоқ. Бүгін тағы да сондай уақытқа дейін жүретін сияқтымыз. Ой. Сөйтіп жүріп, біздің түрімізден тұрға алмайды. Біздің съемканың қасында мынандай ағаштар өседі. Ағашта алмалар бар. Алма жеуге болады мына жерде. Так вот. Достар, екінші күн бітті. Біз болдық. Біз шаршаған жоқпыз. Или шаршадық па? Білмеймін, өте ыстық. Шаршап кеткен жоқпын. Сағат 12 болды, түнгі 12. Соңғы номеріміз өте нәзік болды деп ойлаймын. Қараңыздар, қандай біз әдеміміз. Өте гүлді. Имеется в виду біз емес енді, бірақ образ, сам образ әдемі. Қараңыздар, мынадай ұзын көйлектеріміз бар. Давай, Айдана. Көрсет. Ой. Как-то осылай. Сондықтан да бишілерге ми керек емес дейді ғой. Шыны өтірік ол, достар. Бишілерге де ми керек, өйткені сахнаға шыққанда басқа өлең береді, басқа номер береді, басқа киім береді. Сол кезде ал не істейсіздер, мимен жұмыс жасау керек. Сондықтан да бишілер туралы ештеме айтпаңыздар, жарай ма? Так что. Тем более химик бишілер. Не дейсің? Ештеме демеймін. Ну, мне нравится, красиво. Это тоже очень нравится. Это вот настоящий Шалом бью, здоровенький были. Құрметті достар. Ужас, мына жердің ыстығын-ай. Ладно, давайте, достар. Келесі кездескенше. Қараңыздаршы, Айдана қандай әдемі. Кому ж такая красота достает?